Қалың-малымды әкем менсінбеді. Осы күнге дейін мен өзімді өсіп-өнген текті әулеттің қызымын. Әке-шешем оқыған, көкірегі ояу жандар деп ойлаушы едім. Сөйтсем олардың ішкі пиғылы ниеті басқа болған екен. Оларға балалардың бақыты емес, ақша маңызырақ сияқты, дейді Гүлшат. Әкем аудандық әкімшіліктің сәулет бөлімінде жұмыс істейді. Анам мектепте мұғалім. Обалы не керек? Мені екі інімді ешкімнен кем қылмай өсірді. Жоғары білім алуымызға жағдай жасады. Мен де анамның еңбегінің арқасында сабақты өте жақсы бағамен бітіріп, өз күшіммен университетке түстім. Биыл бітіргелі отырмын. Университетте оқып жүргенімде Мирас есімді жігітпен танысқанмын. 3 жылдан бері біргеміз. Екеуміз бір-бірімізді шын сүйеміз. Жақында шаңырақ көтердік. Бірақ оған дейін біраз кедергіні жоюымызға тура келді. Әлде құдалардың арасында өкпе реніш тараған жоқ. Сол біздің көңілімізге кірбің ұялатады. Бәрін бастап айтайын. Ерте көктемде Мирастың ата-анасы менің әке-шешемді тәтті шайға шақырды. Қаладағы ең мықты деген мейрамханалардың біріне әдемілеп дастархан жайған. Менің әкем мен анам алғашқы қуанышымыз ғой. Балқия жеңгемізді, Мәлік қайнағамызды, төркін жағымнан Данияр інімді, Алима келінді, сосын сыныптастарымыздан Фарида мен Сапарды, Қалдыкүл әпкеңді, апаңды ертіп аламыз деді. Мен қатты ыңғайсыздандым. Мама мынау кішігірім құдалық болып кетті ғой. Тәтті шайға ары кетсе 4-5 адам барушы еді, деп тұспалдап едім, тыңдаған жоқ. Жалғыз қызымыздың тәтті шайына бара жатырмыз. Күтсін, құда болғысы келсе шыдасын, деп табандап тұрып алды. Обалы не керек? Біз жақтан барған кісілердің бәрін Мирастың ата-анасы, туыстары жақсылап күтіп алды. Қойды бүтіндей пісіріпті, әрқайсысына киіт алыпты. Дастарханда құстың етінен басқасының бәрі бар. Құда болсақ деп келіп отырмыз. Баяғының жолымен алдарыңыздан өтіп, Гүлшат қыздарыңызды айттырып келдік деп, үлкендер жағы рұқсат сұрады. Апам ақ батасын беріп, үлкен ас желінген соң біздер кетіп қалғанбыз. Кейін жеңгемнен естігенім, Мирастың ата-анасы бізге көрпе төсек керек емес, сондықтан қожын әкелмейміз. Қалың малдың ақшасы конвертте, риза болыңыздар деп ұстатыпты. Үйге келген соң бәрі берген қалың малды ашып санапты. Тұп-тура миллион шыққан. Сөйтсе нағашы аға мен Қалдыкүл әпкем. Құдалардың жағдайы жақсы екен. Әйелі де өзі де үлкен кәсіпкер екен. Қызыңа қожын әкелмеймін дегені несі? Салт дәстүрді сыйламағаны ма? Берген қалың малы да аз ғой. Қазір миллионға түк те келмейді. Қосып айтыңдар, деп өзара ақылдасыпты. Тәтті шайдан ішкен адамдар қайсы бір ес болсын. Нағашы дереу құданың нөмірін сұрап, Мирастың әкесіне, құда берген қалың малың аз екен, қызымызды менсінбегенің бе? Әлде бізді соған тең көріп отырсың ба, деп сұрақтың астына алған ғой. Мирастың әкесі де мінезді адам. Қарап тұрмай, бір қора адам болып келіп іштіңдер, жедіңдер. Мейлі оған ештеңе демеймін. Енді қыздарыңды саудалап берген ілтипатымызды сынап тұрсыңдар ма? Бізге сіздерден ешқандай дүние керек емес, тек кәдесін жасадық. Мұндайларың бар, дастархан басында бәрін ашып айтпайдыңдар ма? Енді келіп артымыздан сөз еткендерің қалай? Берген сый-сияпатымызды асынсаңдар, онда ертең қайтара салыңдар. Сіздей адамдармен жекжат болғымыз келмейді, деп тұтқанын тастай салыпты. Бірақ Мирас айтқанынан қайтпай тұрып алыпты. Әкесін көндіріп 500 мың теңге тағы бергізді. Ал менің ата-анам соны ұялмай алды. Мына жақта мен ұяттан өртеніп кете жаздадым. Екі жақтың тойы жиыны өтті. Үлкен тойда Мирастың әкесі мен менің әкем ішімдікке сылқия тойып алып, тойда төбелесе жаздады. Той істеген адамның жайы белгілі ғой. Бәріне бірдей көңіл бөле алмайсың. Ата-енем жаңа құдалар жаққа ішкіріп жеңіздер, алыңыздар деп бірақ мәрте барыпты. Той аяқталар шақта папам құдасына келіп, бізді менсінбегеніңді тойда да білдіріп тұрсың ба? Бір келіп хабар алуға жарамадың, туыстардан ұят болды деп ренішін білдірген. Атам да қарап тұрмай сөз қайтарған. Бір қарасақ, екеуі бір-бірінің жағасын ұстап төбелесуге дайын тұр. Үлкендер жағы араға түсіп,
екеуін әрең ажыратып алды. Содан бері екі жақ бір-бірімен араласпайды. Қайын атамның да маған деген көзқарасы басқаша, ұнатпайтынын сеземін. Кейінгі балаларына көргенде жердің қызын алыңдар. Текті өзімізбен терезесі тең адамның қызымен сөйлесіңдер деп екі күннің бірінде сөз естіп отырады. Енем де әр тірлігіме мін тауып, соңғы кезде сөзіммен шымшып алатынды шығарды. Отырған жерінде менің мирасыма тиіп, жолың болып кетті. Мирастайыма небір қыздар ғашық еді деп жүйкеме тиіп жүр. Ата-анама құдаларыңызды тамаққа шақырып қонақ етіңіздер десем, қыз алып отырған адамдар бірінші шақырсын деп ерегісіп отыр. Бұл жағдайдың қашанға дейін жалғасатынын білмеймін. Бүйте берсе, мирас екеуміздің қарым-қатынасымыз нашарлай ма деп қорқамын. Мұндай жағдайда не істеген дұрыс? Ақыл кеңестеріңізді беріңіздерші.